Біз өмірде ненің жақсы, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін қалай білеміз? Дұрыс әрекеттер тізімі деген тізім жоқ. Егер ондай тізім болса, адамдар үнемі ол туралы бір-бірімен дауласып жатқан болар еді. Алайда философиялық этика бұл мәселені талқылауға және түсінуге өз көмегін бере алады. Ол құндылықтар, әрекеттер мен шешімдер туралы рефлексия. Философиялық этика құндылық пен нормативтілік туралы негізгі сұрақтарға бағытталған. Ол ненің жақсы, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін жүйелі түрде зерттейді. Ол сондай-ақ жақсы немесе дұрыс болу деген не? Моральдық тілдің мәні, моральдық ойдың табиғаты және егер бар болса, моральдық шындықтарды қалай білуге болатыны туралы метаэтикалық сұрақтарды қояды. Біздің ойымыз, қиялымыз бен арманымыз теориялық бөлшектерге жатса, оны жүзеге асыруымыз, нәтиже мен іс-әрекетке айналдыруымыз практикалық бөлшектердің еншісі. Жеке адамдардың ойы қоғамның ойымен жанаса өрбиді, сондықтан да біздің әрекеттерімізден жиі көрініс беретін өмірлік оқиғаларды біз қоғам немесе мемлекет заңдарымен бекітіп отырамыз. Баланың дүниеге келуі, жақын адамыңнан айырылу, табиғи апатты бастан кешіру, соғыстан аман қалу, үйлену не ажырасу, жұмысқа орналасу не болмаса керісінше жұмыстан шығу сынды жеке адамның жауапкершілігіндегі іс-әрекеттер қоғам үшін де маңызды. Ал қоғамда орын алатын түбегейлі өзгерістердің оң не теріс салдарлары жекелеген өмір оқиғаларды аттап кете алмайды. Осы аталғандардың барлығы философиялық этиканың да басты назарындағы мәселелер. Философиялық этика өзің үшін құнды деп есептейтін ұғымдар туралы мұқият ойлануға және оны қайта қарауға мүмкіндік береді. Дәл осы тұста қоғамды ілгерілететін немесе жетілдіретін тетіктер туралы негізгі сұрақтарға назар аудартатын әлеуметтік және саяси философия қажеттілігі орын алады. Әлеуметтік саяси философия адам өмірі мен өзара әрекеттесуінің моральдық, этикалық және саяси аспектілеріне назар аудара отырып, қоғам мен саясаттың өзара әрекеттесуін зерттейтін философияның бір саласы. Ол жеке адамдар мен қоғам арасындағы қарым-қатынасты, сондай-ақ саяси қоғамдастықтағы адамзаттың құқықтары мен міндеттерін зерттейді. Сондай-ақ жаһандық әділеттіліктің мәні, жаһандық теңсіздік және космополиттік саяси тәртіптің мүмкіндіктері мен сипаты сияқты осы мәселелерді жаһандық ауқымда да зерттейді. Бір сөзбен айтқанда, әлеуметтік саяси философия қоғамның дұрыс не бұрыс өмір сүріп жатқанын анықтай алады және оған дұрыс жолды көрсете алады. Философтар көбінесе тарихи және қазіргі заманғы саяси жүйелерді зерттеуді, әлеуметтік құрылымдар мен институттарды талдауды, саяси идеологиялардың жеке адамдардың өмірі мен ұжымдық әл-ауқатына ықпалын бағалауды қамтиды. Әр дәуірдің даналары өз кезегінде адамнан бұрын заманды түзеу керектігін дөп басып айтқан. Егер заман түзелер болса, онда соның ішінде өмір сүріп жатқан адам да түзеледі. Бір қоғамдағы бірнеше ғана адамның дұрыс жолмен жүруі қоғамды, халықты түбегейлі өзгертіп жібере алмауы мүмкін деген қорытындыға келеді. Бүгінде қоғам мен заман сөздерін синонимдер ретінде қолданысқа ие, алайда заман ұғымы қоғамнан бұрын халыққа игілік еткені анық. Біздің Абай, Шәкәрім, Ғұмар сынды ұлт ұстаздары өз еңбектерінде заман сөзін қолданды. Қалай болған күннің өзінде әр дәуірде қоғамды түзетуге ұмтылған, тіпті өзін құрбан етуге даяр замана тұлғалары болды. Оған Ахмет Байтұрсыновтың «Жол ұзақ, ғұмыр қысқа, қолдан келген ғұмыр жеткенше істеп кетелік» немесе Ғұмар Қараштың «Ұлтымызды болашаққа бастау үшін қолдан келген барлық жақсылығымызды аямайық» деген ұрандары толық негіз бола алады. Тек қазақ қоғамына емес, әлем халықтарының барлығына дерлік қоғамды түзетуге ұмтылған замана тұлғалардың еш тосқауыл кедергісіз өз идеяларын жүзеге асырғаны болған емес. Ғұламалар, ойшылдардың басым көпшілігі қоғамды бақытты еткісі келгенмен өздері бақытты бола алмады. Абайдың «Қайғысыздың бәрі асау» дегенінің кебі. Ойшылдық қайғымен тағдырлас. Алайда мұндай тау тұлғалар қоғамды түзетуден еш жалықпайды. Олардың еңбектері дер кезінде еленбесе де, қоғам оларды ешқашан ұмытпайды. Олардың еңбектеріне әлеуметтік саяси философиялық талдау жасалып, ғылыми зерттеулер жүргізіліп, ғылымға айналдырылып отырады. Бұл процесс әлеуметтік ғылыми түсініктемені қалыптастырады, ұжымдық іс-әрекеттің әртүрлі формаларын қалай тұжырымдау керектігін жүйелейді және ғылыми теориялар мен дәлелдер арқылы әлеуметтік прогресс пен тұрақтылыққа қол жеткізу үшін түйінді шешімдер қабылдауға негіз болады. Егер әлеуметтік саяси зерттеулер мен әлеуметтік саяси философиялық зерттеулер тәжірибесі бір-біріне сәйкес келетін болса, онда ол өзінен өзі практикалық философияға айналады. Себебі әлеуметтік саяси философия дұрыс және бір қалыпты өмір сүруге шақырса, практикалық философия оны жүзеге асыруға көмектеседі.
Осымен бұл дәріс өз мәресіне жетті. Толық ақпаратты мәтіндік дәрістерден ала аласыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төмендегі электронды почтаға хат жолдай аласыз. Тыңдарман есті болса, сөйлеуші шешен болады дейді халқымыз. Олай болса, әрбір тыңдарманның, оқырманның пікірі мен үшін маңызды. Сау, саламатта болыңыздар.